Нұрсейіт Жылқышыбай дейтін атақты журналист бар. Қазірше бұл журналистің биліктің адамы ма, жоқ шынайы ашық ойлы, еркін ойлы, ұлтшыл азамат па, бірдеңе айту әлі ерте. Бұл азаматымыз қазірше Қазақстандағы шектеулі ақпарат еркіндігін пайдалана отырып, Қазақстанның құзыретті органдарының меңгеруіндегі құзыретіндегі ұлттық арналарда, телеарналар мен радиоларда айтыла бермейтін сұхбаттарды ашыққа шығарып жүргенімен танымал жігіт. Әрине білесіздер, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті ол ақшамен, бопсамен сынбағанды сындырады, иілмегенді иілдіреді. Сол арқылы 30 жыл халықты өзінің айтқанына көндіріп, айдағанына жүргізіп отырғанын білесіздер. Нұрсейіт Жылқышыбай бауырым қазірге дейін мен сыйлайтын бауырларымның бірі. Бірақ бір күні аяқ астан атып шығып, елбасы жасасын, Нұр Отан әйей деп шыға келсе таңырқамаймын. Себебі біреуді інісімен, біреуді ағасымен бопсалайды, біреуді әйелмен бопсалайды, біреуді сұлу қызбен бопсалайды, біреуге ат беріп, атақ беріп, мансап беріп бопсалайды, біреуге ақша беріп бопсалайды. Сондықтан кем дегенде бұл азаматқа мен қазірге дейін сенім білдіре аламын. Ал ертең сатылып жатса таңырқамаймын. Себебі өмір солай. Егер Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті сол сәбеттен қалған НКВД, КГБ-ның сол бопсалау, сындыру, үрейлендіру, қорқыту, сол технологиясын шегіне жеткізіп пайдаланбағанда қазақ халқы да 30 жыл бойы осы құлдық қамыттың киіп отырмас еді. Әлемнің өзге елдері сияқты бақытты баяшат өмір сүруге толық қақылы еді қазақ халқы. Өкінішке орай, ұлтымыздың зиялылары, ұлтымыздың көшбасшылары қазақтың сөзін сөйлейді деп жүрген азаматтарының дені мансапқа, таққа, атқа, атаққа, төсбелгіге, медалға, өрденге, сұлу қызға, тегін берілетін үйге, жерге сатылды, алданды, бопсаланды, сатылмағаны, алданбағаны атылды, қудаланды. Сонымен қазақ халқы 30 жыл бойы қазір міне жер ас киер киімге жармай, үрерге иті, сығарға биті жоқ, арқеті арша, борбай еті борша болып отырғаны содан. Құдай қазақ жерінің асты мен үстіне байлықты нығап бергенімен, одан қазаққа пайда тимей отырғаны да сол себепті. Енді осы Нұрсейіт Жылқышыбай бауырым қазірге дейін, кем дегенде қазірге дейін мен бауырым деп атауға болатын санаулы бауырларымның бірі. Ол мынау Қамшы порталының егесі, анығында формалды егесі, тырнақ шашындегі иесі, тырнақ шашындегі директоры, анау Қуаныш Біләл деген жігітпен сұхбат өткізіпті. Осы сұхбатқа байланысты әлеуметтік желіде көп адамдар түсінбестік танытып жатыр екен. Біреу алай деп, біреу былай деп. Енді мен оған түсіндірме бере кетейін. Өткенде бір жігіттер айтады, анау пәленше сені сатады, мынау түгенше сені сатады дейді. Мысалы, мен Ауыт Мұқибекпен жақсы сөйлесем, әрине ол Нұр Отаншыл. Ол тіпті мынау президентті де, бұрынғы ел басында мақтап бәленбай өлең жазып тастаған жігіт. Әрине оның өз көзқарас сөзіне. Ол маған бірнеше мәрте айтты да, Серікжан, ел басыны сындама, анау мынау. О кезде мен де бетін қайтардым. Сен мақтап өлең жазғанда мен бірдеңе дедім ба десем, жоқ дейді. Ендеше мен сындағанда сен де бірдеңе деймін. Мен сенің көзқарасыңа құрметпен қарадым, ол сенің жекеменшік басыңдағы жекеменшік ойың. Ендеше менің жекеменшік басымдағы жекеменшік ойыма сен де килікпе дедім. Сонымен сөз тамам. Бірақ екеумізге ортақ тақырып бар. Ортақ тақырып не? Ол Қытайдағы қазақ мәселесі. Ол да осы билік жағалаған азаматтардың ішіндегі санаулы, саусақпен санарлық Қытайда қорлық көріп жатқан қазақтардың тақырыбын көтерген азамат. Санаулы, саусақпен санарлық. Мысалы, Жәди Шәкен бар жоқ 2 мақала жазды. Сол 2 мақала жазған үшін Жәди Шәкенге 20 мәрте алғыс айттық. Ал Ауыт Мұқибек бәленбай мақала жазды. Әрине, кім біздің тақырыбымызды көтереді? Біз оны 7 қабат аспанға көтереміз. Кім бізге қарсы болады? Біз оны 7 қабат жердің астына тығамыз. Біздің тақырыбымыз ұлттың тақырыбы. Бұл жолда біз одақтаспауға тиісті болса да одақтасамыз. Себебі ортақ тақырыбымыз, ортақ жауымыз болғанда.
Ал бұл жолда біз туған бауыр болса да жауласуға дайынбыз. Егер ол біздің жолымызға тұрса, кедергі келтірсе. Артымыздан оқ атса, алдымыздан ор қазса, ендеше біз олармен ешқашан өліспей беріспейміз. Бұл жолда ұстаған жерде қолымыз, тістеген жерде тісіміз қалады. Тау келсе сүземіз, тас келсе шайнаймыз. Етін жеп, сүйегін бүркеміз. Ендеше бізде ортақ мүдде бар. Біз румен, тайпамен ауырмаймыз. Жершілдікпен ауырмаймыз. Бізді қолдаған Шымкенттің қазағы, Астананың, Оралдың қазағы, анау Байқоңырдың қазағына, Моңғолияның қазағы, Өзбекстанның қазағына дейін бар. Бізді қолдайтын орыс тілді қазақтар бар. Орыс тілді қазақтар менімен ыңқылдап отырып сөйлеседі. Қазақша түсінеді, жеткізе алмайды. Терекудің, Қызылжардың қазақтары сөйлеседі менімен. Ал не дейсің? Бізде тіпті ортақ тіл де жоқ әуел десең. Мен орысша білмеймін. Бізді ортақ ұлттық мүдде табыстырып отыр. Мейлі оның тілі орыс тілі болса да, жүрегі қазақ деп соғып отырса, ол мен үшін алтын. Өткенде бір тәңірші қазақтар туралы маған бір жігіттер айтады: ойбай, секі абайла, ол тәңірші дейді. Мен айттым, тәңірші болса не бопты? Оның діні өзіне, менің дінім өзіме. Намаз оқыған Рысбек Тоқтасын мен Қыдырел Ораздай ақ болар. Намаз оқыған анау Зікірия Жандарбекте ақ болар. Солардың мен туралы жаппаған жаласы, жақпаған күйесі бар ма? Солар ма намаз оқыған? Яғни дін кімнің тоңқаңдағанда, кімнің аузында бісміллә бар екендігінде емес, дін жүректе. Әрине, біз ешкімнің дініне кепілдік бере алмаймыз. Ол тәңіршіл болса, ақиретте өзі жауап береді өзінің тәңіршілдігіне. Анау христиан болса, ол жауап береді. Мен олардың жаңағы сенің дінің мынаума бері кел, сенің дінің анаума артур дей алмаймын мен. Ол Құдай жіберген пайғамбарлардың заманында пайғамбарлардың жеткізіп отырған ақиқатына қасында жүріп ілесушілер болмаған кезде біз жай бұқарап, жай біреуміз, біз кімнің дініне барып килігетіндей шамамыз бар. Бізге ақиқатшыл ма, шыншыл ма, сол жеткілікті. Ал дінін Құдайға тапсырамыз. Енді осы әңгіме айтпақшы. Жаңағы ұлттық мәселе, қазақ тақырыбы. Қытайдың Қазақстандағы экспансиясына қарсы тұру тақырыбы, Қытайдың зұлымдығын әшкерелеу тақырыбы, қазақтың ұлттық тарихи санасын, жадысын жаңғырту тақырыбы, қазақтың ұлтшылдық сезімін ояту тақырыбы. Бірақ ауыз сөзбен айтқанда қазақты қайтадан ағарту тақырыбы. Қазақты қайтадан ағарту тақырыбы біздің тақырыбымыз. Бірақ ауыз сөзбен айтқан кезде қазақты ояту тақырыбы. Ұйқыдағы қазақты ақшаға, мансапқа, сұлу қызға, таққа, атқа, атаққа, абыройға, қаңылтырға алданған қазақты ояту тақырыбы. Ішкен жегеніне мәз болған, ойнап күлгеніне мәз болған, даңғаза той тойлағанына мәз болған қазақты ояту біздің миссиямыз, міндетіміз. Мүмкін біз тірімізде оянған, көз ашылған, әлемдік өркениетке ілескен, ашық, еркін, жария, демократиялы және әділ сайлауы бар, жердің асты мен үстіндегі байлығы қазаққа тең бөлінген, халық тегіс үймен қамтамасыз етілген, жұмыссыздық жойылған, өндіріс өркендеген, тұтас қазақ тегін емделетін, тұтас Қазақстанда жаңа нақақ сотталу болмайтын, тұтас сондай бір бақытты, баяшатты, зұлымдығы жоқ, сондай бір заманды көрерміз не көрмеспіз, ол Құдайдың қолында. Бірақ біз осы жолда еңбектеніп кетеміз. Біздің қадірімізді айналамыздағы ел жұрттың білу білмеу маңызды емес. Біреудің бізді даттау мен мақтау тіптен маңызды емес. Даттаса өзі жауап береді, мақтаса да өзі жауап береді. Біреу мақтады екен деп аспаймыз, біреу даттады екен деп саспаймыз. Енді жаңағы Нұрсейіт Жылқышыбайдың уақыт көрсетеді дейтін бір YouTube каналы бар. Жылқышыбай мен деп бұл YouTube каналды Жылқышыбай мен деп іздесеңіздер де тауып аласыздар. Уақыт көрсетеді деп іздесеңіздер де тауып аласыздар. Білмеймін, осы екеуі қатар қолданылады ғой деймін. Енді сол жерде мына Қытайдан көшіп келген қазақтардың ішінде мына билікпен ең ерте некесін қиған, билікке өзін сатқан, биліктің жаңағы ашық, әшкере, некелі, тоқалы болып алған бір жігіт бар. Ол жігіт Қуаныш Біләл деген.
кәдімгі биліктің тоқалы. Қытайдан келген қазақ, осы жақта оқыды ма әйтеу, екі ауыз кириллицаны әйтеу құрастырып жазатын білімі бар болған сол. Сөйтті де ол мына өткенде бүкіл қазақты жаңа үңгірдегі ұлтшылдық деп сындаған анау Абаев па, анау Сұмырай бар ғой, анау Сұмырай Абаев деген, анау Мәскеуге барып сол сөз үшін сыйлық алып, орыстың табанын жалап, бір жерін жалап, сілекейленіп келген Сұмырай, сол Абаевтың тоқалы жаңағы Қуаныш Біләл деген. Қамшы деген сайты бар. Енді бұл жігітті неге сонша мен сындаймын дегенде, елдің бәрі біледі, 17-18 жылы менің үстімнен арыз жазып, сотқа берген қалың қытайшыл сұмырайларды барлықтарыңыз білесіздер ғой. Бірақ сіздер біле бермейтін бір сұмырай бар. Осы мені ресми түрде сотқа сүйреген, 18 жылы үстімнен арыз жазған, 19 жылы сотқа беріп, мені істі қылған, сотта куәгер болған сұмырайлардың ең алғашқысы осы Қуаныш Біләл болатын. Ең алғашқысы болатын. Ол 13 жылы, 14 жылы өзінің Қамшы порталында Қазақстан Республикасының президентіне, Қазақстан Республикасының премьер-министріне, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына деп ашық хат жазған сұмырай. Ол ашық хатында не дейді? Осындай жарқын жеті деген біреу шығыпты. Естісек аты Серікжан Біләшұлы екен. Бұл өстіп оралмандарды билікке қарсы айдап салады екен дейді. Бұл 13 жылы, әлде 14 жылы болды. Міне ол кезде Қытайдан келген қазақтардың тақырыбы ушығып тұрған кез. Азаматтыққа 5 жылсыз қабылдамайтын кез. Анау 7 облысты белгілейміз деп, 7 облысқа барсаң азаматтық аласың, бармасаң алмайсың деген кез. Алматы Астанаға кіргізбейтін болған кез. Қытайдан келген қазақты уақытша тіркеуге ұшақ айға тіркейді. Оның өзін ұлттық қауіпсіздік комитеті рұқсат бермейді, тіркел алмай сенделген қазақ сеңдей соғысқан кез. Қытайдан келген қазақты Қытайдан бұрын қазақ билігі шырылдатып, табаннан тоздырып, арқетін арша, борбай етін борша қылып жатқан кез. Сол кезде уақыттық тіркеу ұшақ айлық мерзімі біткенде Қытайдан келген қазақ кәрі кемпір шал әкесі бар, құшағында омырауда баласы бар, тайлы таяғымен шұбырып отбасы 3 ай сайын шекарадан шығып, Қытайға барып, бір қонып не екі қонып қайтып келіп, Жаркенттің шекарасында, мынау жаңағы Бақты шекарасында, Шығыс Қазақстанда Майқапшағай шекарасында жалынып, жалпайып, сөйтсе шекарашы, жаңа қайыршы солдаттар, қазақтың қайыршы солдаттары, шекарашылары, шекара күзетінде қызметкерлер, сен бірақ қоныпсың, сен бір айсыз келмейсің деп қолдан заң шығарып, пара дәметіп, ал одан Қазақстанға келсе тағы салпаңдатып 3 айға тіркемей, оны жалынып, жалпайып, 10 күн, 15 күн жүгіріп жүріп 3 айға уақытша тіркеп, 3 айдан кейін тағы шығып кетуге мәжбүр болып тозып жүрген кез. Азаматтықты Қазақстанда тұрғанына 5 жыл болмайынша бермейміз деген кез. Ол кезде ол қазақ не жұмыс істей алмайды, не бизнес аша алмайды, тірлік істей алмайды. Қаншама біз білетін, бетінен танитын қазақтар сол кезде арып ашып, тозып, ең соңында Қытайға қайтқан кез. Тіпті мен қазір атын жарияламаймын, кейін жариялаймын. Бір қазақтың жігіті, балуан жігіт болған жігіт. Соны сол Қазақстанда әбден арып ашып тозып Қытайға барған жерінен әйелін жұмысқа орналастырып, Қытай билігі телевизорда күні түні сөйлетіп қойған. Міне сол жігіт ең соңғы тиынын Алматыдан Жаркентке баратын таксистке беріп, Қытайға өткенде ауылына жететін ақшасы қалмай, телефон соғып, туысқандары шекарадан келіп, машинамен алып қайтқан жігіт сол. Сонда ана жақта Қытайдың үгіт насихатын қара, мына жақтағы тоздыруды қара. Бұның барлығында қазақ билігі мен Қытай ымыраласып істеп отырды. Қытай паспортты жеңілдеткенде қазақ қинады, Қытайдан келген қазақты. Ал енді Қытай ана жақтан паспортты жинап алып қинағанда, мына жақ өтіріктен қазақтарды қабылдай қоятын болып шүленси қалды. Онсыз да Қазақстанға келіп, жаңа құжатын өткізе алмай, тек туысының үйінде паналап отырғандарға бір 5-6-ауына паспорт беріп, естеріңізде ме? Мынау Қытай сыпырмайым ұстап қамап жатқан 2019 жылы, ойбай, 30 бәлен мың қазақ азаматтық бер дейді. Атаңның басы. Сол 30 бәлен мың қазақ 19 жылы көшіп келген жоқ. Бәрі көшіп келіп, сол сенің қыңыр саясатыңның кесірінен ана жақтан Қытайға бара алмайды, барса түрмеге отырады. Сол кезде құжатын тапсырған қазақ. Оның алды келгеніне бәлен жыл болған қазақ.